Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Бақытты өз қолыңмен жаса. Каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Есіңде сақта. Егер сен зардап шеккен жеріңе қайта оралсаң, сені өлтіреді. Егер оған тағы бір мүмкіндік берсең, ол бірінші рет таптап үлгермегенді таптайды. Өмірде тек тәжірибені қажет ететін сәттер болады. Қаншалықты жаман, қиын және азапты болса да, шыны сынақтарына толы өмірдің осы кезеңнен өтуің керек, және әлі талай бақытты күндер күтіп тұрғанына сеніміңді берік ұстануың керек. Барлық өзінің жеңісіне сенімді адам, ерте ма кеш па оны табады. Сен сабырмен қарай бастаған барлық нәрсе сені басқаруды тоқтатады. Сені тыңдайтындар үшін дауысыңды сақта. Саған келетін адам үшін қадамдарыңды сақта. Жүрегіңді сені сүйетіндер үшін сақта. Адамдар өзгермейді, олар өз мүдделері үшін біраз уақыт қажет рөл атқарады. Адамдардың көпшілігі қорқатын үш нәрсе бар: сену, шындықты айту және өзің болып қалу. Қолда барына қуана біл. Өмірде бәрі тез өзгереді. Барлығы сатылмайды және бәрі де сатып алынбайды. Қайғыны сата алмайсың. Бақытты сатып ала алмайсың. Барлық артықшылықтарға ие болумен ештеңе шектелмейді. Сол иеліктен ләззат алғаныңда нағыз бақыт жатыр. Біз ешкімді ешқашан түзей алмаймыз, бірақ өзімізге әсер ете аламыз. Бақытты адамдарды көре алмайтын адамдар бар. Алла оларға сабыр берсін, бізге одан да көбірек бақыт берсін. Бүкіл өміріңді бірге өткізетін жалғыз адам ол өзің. Сондықтан өзіңді жақсы көр және қамқор бол. Басқалар сенің әрекеттеріңді қалай бағалайтыны маңызды емес. Сүйіспеншілік пен мейірімділік көрсетуді жалғастыр. Олар үшін емес, өзің үшін. Қанша тырыссаң да бәріне бірдей жақсы болмайсың. Мейлінше көп қателес, бірақ бір нәрсені есте сақта: бір қателікті екі рет қайталама. Сонда сен өсесің. Махаббатты қалай алуға болатынын ойлауды доғарыңыз және оны бере бастаңыз. Беру арқылы сіз аласыз. Басқа амал жоқ. Өзің қалағандай өмір сүру эгоизм емес. Эгоизм бұл басқалар сен қалағандай ойлап өмір сүру керек. Егер сіз өмір сүргіңіз келсе, онда бір нәрсені үйреніңіз, заттарды сол күйінде қабылдаңыз және өзіңізді сол бар қалпыңызда қабылдаңыз. Арабтарда маған қатты ұнайтын жақсы сөз бар. Біз қиындықтардың өтуін күтіп жүргенде өмір өтіп кетті. Өткенге қарама, ауыртпашылық сонда өмір сүреді. Болашаққа қарама, онда иллюзиялар өмір сүреді. Қазіргі уақытқа қара, сен осы жерде өмір сүрудесің. Өмірдің негізгі ережесі адамдардың немесе жағдайлардың сізді бұзуына жол бермеу. Бұрын адамдардың киімі жұпыны, кір, жүрегі таза болды. Қазір адамдардың киімі жақсы, таза, жүректері кір. Қалай киінетінің, көлігің қандай немесе қандай телефоның бар екенінде тұрған ештеңе жоқ. Бастысы жан дүниеңде адам болып қалсаң болғаны. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.